Сәлем достар! Солтүстік мұзды және Атлант мұхиттарының теңіздермен шайылған жердің солтүстік жарты шарындағы әлемнің бір бөлігі Еуропаның ауданы шамамен 10 миллион шаршы километрді құрайды. Бұл бейнемізде Еуропа туралы ең қызық 10 фактты назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Ал ендеше кеттік! Еуропаның ауданы 10,5 миллион шаршы километр. Көптеген еуропалық елдер дүние жүзінде өмір сүру және жұмыс істеу үшін ең тиімді жер болып саналады. Еуропа кеңістігінде барлығы 50 тәуелсіз мемлекет, 6-ы танылмаған немесе ішінара танылған ел, және сонымен қатар 9 тәуелді аумақтар орналасқан. Молдова Еуропадағы ең кедей ел. Одан кейін ішінара мойындалған Косово республикасы болып келеді. Ақырында бүкіл ғаламшарды шарпыған екінші дүниежүзілік соғыс та Еуропада басталған. Еуропаның екі мемлекеті Франция мен Данияның Америкада иеліктері бар. Данияда Гренландия, Францияда бірқатар аралдар мен француз Гвианасы бар. Болгарияның Еуропадағы ең көне мемлекет екенін білесіз бе? Тіпті оның аты 14 ғасыр бойы өзгерген жоқ. Болгарлардың алғашқы естеліктері 354 жылдан басталады. Шотландиялық Лох Нестегі аңызға айналған құбыжықты ашуға тырысқан туристердің арқасында Ұлыбритания жыл сайын шамамен 7 миллион евро алады. Орта ғасырларда тіпті ертерек дәуірде пайда болған мифтер мен аңыздарға толы. Тіпті құбыжықты көрді деген куәгерлердің айғақтары мен сипаттамалары болды. Австрия мен Германияда қоғамдық монша ерлер мен әйелдерге бөлінбейді. Дүние жүзіндегі көпірлердің көпшілігі Венецияда немесе Санкт-Петербургте емес, Германияның Гамбург қаласында. Туристер оған қуана-қуана келеді. Өйткені мұнда сіз сонымен бірге көз тартарлық әдемі көшелермен серуендер едіңіз. Эльба өзенінің үстіндегі көпірлердің көптігі қалаға ерекше дәм береді. Әртүрлі бағалаулар бойынша олардың саны 2300-ден 2500-ге дейін жетеді. Бүкіл Еуропада осынша көп көпір салынатын басқа қаланы кездестіре алмайсыз. Еуропалық өркениеттің бастауы дәл ежелгі Грециядан шыққан деп есептеледі. Азияны Еуропадан шартты түрде бөлуге шешім қабылдаған ежелгі гректер болды. Ол 1,5 мыңға жуық бөлек қала мемлекеттерден тұрды. Олардың ішіндегі ең үлкені Афина болды. Әрқайсының саясаттары өз заңдары мен әскері болғанына қарамастан, олардың арасындағы қақтығыстар әдеттегідей болды. Еуропадағы елді мекеннің ең ұзын атауы Ланвайр Пулгвингвилл Уэльс осылай болып келеді. Есте сақтау қиын, ал оқу одан да қиын. Дегенмен бұл қаланың ең нашар атауы деген емес. Жалпақ тілмен айтсақ, қаланың аты өзіне сай келмейді. Осымен бейненің соңына келдік. Егер бейне ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді аямай пытырлатып жазып қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.